Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай түйілген, өте тойымды, дәмді болып шығатын манты дайындайтын боламын. Қажетті заттарымыз сарымсақ, жұмыртқа, тұз, картоп, тартылған ет, ұн және де су қажет. Ең алдымен суымызға тұзымызды салып, жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Суымыздың жартысын құйып, ұнымызды біртіндеп салып, қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымызды өте қатты қылмай, орташа жұмсақтықта илеуіміз қажет. Қамырымызды осылай қолымызбен басып, бөлме температурасына бөлек целлофанға салып қоямыз. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Салмасын ет тартқыштан сарымсағымызды және картопымызды өткізіп аламыз. Татымына қарай бұрыш, тұзымызды салып, тартылған етімізді салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін ұнымызды сеуіп, оқтаумен жаюға кірісеміз. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта жаюымыз қажет. Қамырымызды осылай домалақтап кесіп аламыз. Яғни мантыларымыз барлығы бірдей әдемі болып шығады. Кесілген қамырымызды бөлек жасауға дайындап аламыз. Қамырымызға салмасын салып, қолымызбен мантыны, яғни түйуге кірісеміз. Түйген кезде, яғни мантымызды осылай екі жағынан кезек-кезек алып, мантымызды жақсылап түйіп аламыз. Яғни мантымыз бізде осындай әдемі түйіліп шығады. Яғни барлық мантыларымызды осылай екі жағынан кезек-кезек алып, әдемілеп, жақсылап түйіп шығуымыз қажет. Мантыларымыз бізде дайын болды. Енді 45 минут толықтай піскенше, яғни пісіріп аламыз. Мантыларымыз бізде дайын болды. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.